Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен бірге гренки жасаймыз. Кейбіреулері жұмыртқамен нан деп жатады. Таңғы асқа, түскі асқа жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді әрі тойымды. Бір жағынан плюсы, 1-2 күндік қалып қалған нандарды осылай жұмыртқаға аударып, қызартып, свежий қылып пісіріп жейміз. Және де ең бірінші бізге керекті заттар: 3 жұмыртқа, кішкене сүт, тұз, шымшым, және де свежий нан, ескі нан, екі түрлі нанмен жасап көрсететін боламын мен сіздерге, қыздар. Ең алдымен кішкене тұзымызды саламыз, сүтімізді құямыз, үшеуін бірге шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді қызып тұрған табаға майды құйып, мен дайындап қойдым алдын ала. Екі жағын жұмыртқаға аудартып, орташа отта екі жағын қызартып пісіріп ал. Міндетті түрде қызып тұрған май болу керек, қыздар. Және де міне көріп тұрғандарыңыздай ескі наннан 2 күндік наннан пісірдім. Екеуі де бірдей өте әдемі.